Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай балалар өте сүйіп жейтін чипсидің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл чипсиді жасасаңыздар, келесіде тағы да балаларыңыз сұрайтын болады. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Алдымен картошкамызды осылай чуха етіп турап аламыз. Теркаларыңыз бар болса, теркадан өткізсеңіздер де болады. Мен осылай чуха етіп турап шықтым. Барлық картошкамызды осылай турап аламыз және ыдысымызға салатын боламыз. Балалардың өте сүйікті тағамы. Енді су құйып, картошканың крахмалы кеткенше жақсылап араластырып, жақсылап жуып алатын боламыз. 5-10 минут суда тұруы қажет. Сосын кептіріп алатын боламыз. Осындай салфетка төсеп, үстіне қойып шықсаңыздар. Барлығын осылай қойып шығамыз. Сонда картошкамыздың суын бәрін салфетка тартып алатын болады. Майға қуырылғанда майымыз шашырамай әдемі болып пісетін болады. Қызып тұрған табамызда картошкаларымызды пісіріп алатын боламыз. Яғни чипсиларымызды. Қызарғанша қуырып, арғы бетін аударып, дәл осы мен видеомдағыдай жасап берсеңіздер, балалардың сүйікті тағамы магазиннен сатып алмай қаласыздар. Өте оңай жасалады. Видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Және подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Піскен соң барлығын осылай салып аласыздар. Және келесі картошкамызды салатын боламыз. Осылай салып алдық. Келесін дәл солай салып, пісіріп алатын боламыз. Осылай. Қызарғанша пісіріп алыңыздар. Сонда чипсыларыңыз қытырлақ болып шығатын болады. Мен балаларға әрдайым осылай жасап беремін. Магазиннен де дәмді болып шығады. Және балаларым маған күнде жасап беруді сұрайды. Кино көріп, мультфильм көріп, жеп отырғанға өте дәмді әрі керемет, жеңіл тағамның бірі. Осылай қызарғанша барлығын қуырып алатын боламыз. Біздің чипсиміз дайын болды. Дәл мен видеомдағыдай жасап көріңіздер. Қытырлақ болып шықты. Өте дәмді. Дәміне қарай кішкене тұз және паприкамыз сеуіп, араластырып бере бересіздер. Тәтті бұрыш паприканы қызыл бұрыш деп ойлап қалмаңыздар. Жоқ, ол тәтті бұрыш.